Тәуекел, Ролан Сейсенбаев, 2 бөлім. Жер ананың құшағынан патшалар кеткенде, олардың алтын, күміс табақтары қоса кетеді. Өкінішке қарай, патшалар өздерін өлмейтіндей, алтын көзелері де мәңгі қолдарынан түспейтіндей көреді. Көңіл қартаймайды деген осы. Бұл жер ананың билік еткен барлық патшалардың басынан өтер трагедия болатын. Олар бұл дүниеде мәңгі Тәңір ғана екенін естерінен шығарады. Адам пенде мұхит толқынында көпіршіген көбік қана. Ол көбік су бетінен көтеріледі де, лезде суға шайылып жоғалады. Қас қағым сәттік қана фәни тірлік. Қуаныш келте, қайғысы қалың тағдыр тірлік. Адам көбіктің өмірі бір ғана келте жолға сыяды. Ол міне туды, сүйді, өлді. 13 қаріп. Қан қызыл құмның бетінде қалған құмырсқа табан қысқа жол. Қан қызыл құмда өрекпеген жел тұрса, құмырсқа табан жолдың елесі де қалмайды. Қан қызыл құм жатқан алып кеңістік үнсіз. Ыдырыс Сұлтан шығыс ұстазының ақыл мен ғылым кітабын оқыған. Адам үшін басты құндылық ақыл мен Тәңір деп жазған сөзін жүрегіне ұялатқан. Соңғы кезде Арабия аспанның астында ұлы ұстаздың терең ойларын оқыр, оны жүрегіне жеткізіп, ұғар кісі бар ма екен деген ойға жиі берілетіні бар. Ертеде адам пенде пайғамбарларды пір тұтатын еді. Бара-бара пенде пайғамбарларды сыйлаудан да қалды. Өйткені олардың сөздері біреуге жан берсе, біреуді от болып өртеп түсіретін. Пайғамбарлар дәуірі таусылған соң-ақ жер бетіне нағыз ойшылдар мен нағыз ақындар көтерілді. Ал дәл қазір жер бетін жалған пайғамбарлар, жалған ойшылдар, жалған ақындар жайлап алған. Нағыз пайғамбарлар, ойшылдар, ақындар ұмыт қалды. Дүние қалай шайқалады, Құдай-ау. Ондайда пенде әлекке түседі, ойшыл сабыр сақтайды. Сол сабыр сақтайтындардың бірі Әл-Фараби. Тәңірге табынған, ақыл иесі адамды құрметтеген ұлы ұстаз. Ал дәл қазір жалған пайғамбарлардың, жалған ойшылдардың, жалған ақындардың заманы екеніне Ыдырыс Сұлтанның көзі анық жеткен. Сонан да жалғыздық жанын жеген Әл-Фарабиді қасына ұстап бауырына басқысы келген. Бірақ ол ойы іске аспайтын көзі енді анық жетіп отыр. Шығыстың ұлы ұстазының қалауы бостандық болыпты. Байлық емес, билік емес, бостандық. Байлық та зындан, билік те зындан. Адамға керегі еркіндік екен. Сол ғана ма? Ана жерден пенде өзіне не керегін білмей-ақ өтер-ау. Байлық пен билікке тұншығу азабын байың да патшаң да көрге түсер тұста ғана пайымдар. Адам нені болса да кеш ұғады-ау деп ойлады сұлтан. Ыдырыс Сұлтан ғұлама ғалымның жан тебірінесін ұқты. Дәл таныды. Өзі де толғанды, қайғылы ойға берілді. Ұйқысыз түн өткізді. Таңертең сарай адамдарын түгелдей алдына шақыртты. Шығыс ұстазы Әл-Фараби бостандықты қаласа, біз адамгершілікті таңдайық. Ұлы ұстаз әр күніме 1 дирхем жұмсаймын депті, ал біз ұстаздың 1 дирхемі ешқашан таусылмас үшін дұға оқиық. Ғалым Әл-Фараби менің тілегімді қабыл алмады, реніш жоқ. Ал біз ғалымның таңдауын құрметпен қабыл алайық. Өйткені ғалым Әбу-Насыр Мұхаммед Әл-Фараби ғылымының, шығыс ғылымының алауын әлемге асқақтатқан ұлы тұлға. Ол маған терең білімімен, хам қайыспас қайсар мінезімен ұнады. Оған кеше сіздердің де көздеріңіз жетті. Солай ма? Жетті, десті сарай білгіштері. Ұлы ұстазды араб халифатында ұнатпайтын қалың орта бар. Бар, жетеді, дұрыс. Не үшін екен білемізсіздер? Жоқ, білмейміз. Сіз айтыңыз, деді.
әл-фараби өз өмірінде адамның бақытқа жету жолдарын талмай іздеуден қайтқан емес. О дүниеде бақыт болса көрер, бірақ адам жер ананың үстінде бақытты болуы керек. Ғалымның көксегені адам бақыты. Бұл ғажайып адамгершілік ұмтылыс. Ыдырыс сұлтанның ақиқатқа толы ойларын жұрт ұйып тыңдауда. Олар әміршінің ойлы сөздерін тосқан. Тәңір жер анаға пайғамбарларды жіберудей жіберді. Бірақ біздер оларды көре алмайтын, сезе алмайтын мақұлықпыз. Біз саңырау мылқау соқырмыз ғой. Атымыз бен түйеміз бәйгеден келсе қуанамыз. Бүкіл Сахараның халқын шулатып той жасаймыз. Біздің еңбек істейтін күнімізден той тойлайтын күндеріміз көп. Таусылмайтын той. Той өткен соң-ақ таусылмайтын өкпе. Таусылмайтын қызғаныш. Таусылмайтын араздық қалың өрттей қаулай жөнеледі. Ұяттан қан қызыл құм қызарады.